Ал қайырлы күн достар, қалайсыздар? Мен көптен бері қарай өздеріңізбенен мынау бүкіл дүние жүзіне әйгілі неше миллиондаған адамдардың өміріне, тағдырына, экономикалық көзқарастарына өзгеріс енгізген кітапты таныстырып келе жатырмын. Енді бұл кітапты бүгін сіздер сатып алайын десеңіз де сатып ала алмайсыздар. Өйткені табылмайды бұл кітап. Енді осы кітапты жазған Роберт Кийосаки болатын болса, бүкіл дүние жүзіне әйгілі. Оның көп деген кітаптары бар. Ол балаларға арнаған кітаптар жазған, өтімді кітаптардың авторы. Сонымен қатар үздік миллионер. Тіпті оның Трамппен болған сұхбаты бар. Мен осы бірнеше күннің алдындағы кескінімде ол екеуінің сұхбатында арнаулы түрде кескін етіп аудармалап шығарып қойғам. Оны да көрген боларсыздар. Енді осы кітапты мен толықсыздан бастап оқып келе жатырмын. Бір рет оқыдым, түсінбедім, тастап қойдым. Екі рет оқыдым, түсінбедім, тастадым. Сосын жаңағы жеке сауда істедім. Сол кезде оқыдым, біраз бірдеме ұғынғандай болады. Ал оны шын мәніндегі түсінген кезім менің зиян тартқан кезім болды. Әбден ақшадан зиян тартып, содан кейін енді не істеу керек? Бұл сірә мәселе, қателік қайдан шықты деген нәрсені деп ойладым да, сосын қайтадан оқыдым. Тіпті оқыған жоқ мен бұл кітапты. Көшіріп жаздым. Міне, көпшілік қараңыздар. Мынаның барлығы мінекей осы кітапты мен бір талдан жазып еңбектенген кезім. Осы бір конспекттің ішінде 3-4 түрлі кітап бар. Мен кітаптарды оқимын және оны бір талдан қайтадан көшіріп жазам. Осындай дәрежеде оған түсінік жасауға ұмтылыс жасаймын. Ендеше осы кітапты мен көпшілікпен бүгін айтпекшімін, ортақтаспақшымын. Яғни біз арнаулы үн-хат тобында осы кітапты көпшілікке бір талдан түсіндіреміз, талдаймыз. Көптеген оқырмандарым айтады, мен бұл кітап сатып алдым дейді, оқыдым дейді, бірақ түсінбедім дейді. Енді бүгін сіздердің алдыңызда осындай мүмкіндік бар. Мейлі менің тыңдарманым 5 болсын, 10 болсын, 20 болсын, мен көпшілікпен осы кітапты ортақтаса беремін. Олай болса, қазір тізімделу басқышындамыз, құрметті достар. Бар жоғы 39 юан деген ақшаменен тыңдайсыздар. Әрине ақша төлейсіздер, тегін айтпаймын. Бірақ 39 юан ол енді тегін дүние шығар көпшілік үшін алған кезде. Осындай ғана бір ақшаменен мен көпшілікке осы кітапты мынау өзімнің жазғандарым бойынша бір талдан, міне көріңіздер, барда мәкемен зарда мәке. Бір талдан осы ішіндегі мынау кестелеріменен қосып отырып, мінекей барлығын жүйелі түрде жеткізуге тырысатын боламын. Олай болса, тезден тізімделіп алыңыздар, құрметті достар. Төмендегі АТО 2025 деген номер, менің үн-хат номерім, осыны қосасыздардағы, сосын тізімделесіздер. Қазірге дейін енді бірталай тыңдармандарымыз тізімделіп үлгірді. Бірнеше күннен кейін бастаймыз. Ал басталып кетсе, артынан келгеннің анша мәнісі болмай қалатынын білесіздер. Сондықтан тезден әрекеттеніңіздер. 记得关注再走哦。